өзім Атыраудың тумасымын. Осы Астанада қазір мекен етіп жүрмін. Осы жерде барлық осы жерде мемлекеттік қызметте 5 жылдай қызмет еттім. Содан кейін өзім жолымды іздеуге бел будым да. 2018-ден бері осы біздің қоғамдағы әлеуметтік мәселелер бойынша деректі фильмдерді продюсерімін. Оның ішінде үйдегі зорлық-зомбылық, бізде мысалы жылына алатын болсақ, жылына шатаспасам 400-ге жуық әйел мерт болады екен өзінің жұбайынан немесе жігітінен деп айтсам дұрыс па, қаншалықты білмеймін. Бірақ та осындай мәселелерді көтеруге өзіміз бел будық, өзіміздің тобымыз бар. Одан бөлек енді әлеуметтік желілерде мені көбінесе дөпсөз жобасымен танып жатады. Бұл жерде Арсен деген жүргізушіміз бар. Екеуміз бірге 2020 жылдан бері осы подкастты жүргізіп келе жатырмыз. Бұл подкаст 2 тілде, қазақша, орысша, және біздің көтеретін мәселелер көбісі ойлайды тек қана тарих деп. Бізде тарихтан басқа, просто тарих шығарылымдар олар көбірек жинайды да. 100 мың, 200 мың, 300 мыңға кетіп жатады. Жақсылық Сәбитовпен, Радик Темірғалиев, Сұлтан Әкімбековпен атақты академиктер тарих ғылымындағы. Одан басқа бізде кәдімгі ғылым адамдары бар. Мысалы Төреқұлова Айгерімгүл Сәкенқызы, ол гинеколог. Бізде мысалы маған өте маңызды гинекология тұрғысынан жыныстық сауаттылық мәселесі. Мысалы біз көріп жатамыз мұндай жаңалықтарды, сәбиді кәдімгідей қоқыстың ішінен тауып алып жатады адамдар. Ол ненің салдарынан деп ойлайсыздар? Көбінесе ол жыныстық сауаттылықтың жоқтығынан. Оны мойындауымыз керек. Ол адамдар ойлайды, sex education, жыныстық сауаттылық деген ол жыныстық кәдімгідей іс-әрекетке байланысты деп. Жоқ, ол қорғану, оны балаға жеткізу ол ақпаратты. Себебі бәріміз айтамыз, енді қазір ұят деген сөздің бір негатив қылдырып тастаған, көбінесе енді айып етпесін, орыс аудиториясында ұят деп айтып жатады. Оны ұят деген ол көп спектрлі сөз, оны мен қарсымын, тек қана қазаққа еще баламалы айтып қояды да оны, осы қазақский ұят деп. Мен мысалы оған жеке өз басым қарсымын, ол көп спектрлі сөз, оның мағынасы өте көп. Сондықтан да мен жалпы сауаттылыққа болсам үнемі, және осылардың бірі жыныстық сауаттылық бар, үйдегі зорлық-зомбылыққа қарсы. Мысалы соңғы түсірілген фильміміз, осы аты «Затмение» дейді, құбылмалы Ринат Балғабаевпен бірге түсірген деректі фильміміз. Ол жерде біздер послеродовая депрессия деген болады. Әйел адамда босанғаннан кейін әйел адамда мен мысалы ер басымен оны түсінбейміз ғой, біздер үйде жүреміз, ер басымызбен әйелімізге көмектесуге тырысамыз. Мысалы бір нәрсе ілініп тұрады, пеленка жатады немесе, ол солай жата беру керек сияқты негізінде. Ал негізінде былай түртіп шертіп қарасаңыз, ол біршама шаруа да. Біздер оны мысалы бағалай бермейміз деп ойлаймын. Себебі әйел адамның ішкі жанын біз түсіне бермейміз. Сондықтан да осы фильм түсіру барысында мен кәдімгідей көзіме жас келді. Бір спикер әйел бар екен, өзі красная волчанканы білмеймін қазақшасы қалай екен, бір ауруға шалдыққан екен ол кісі, дертке. Оны жұбайы тастап кеткен, баласымен бірге, сен аурусың, оны біле тұра ауру екен, дерті бар екен. Сондықтан да сон әйелдің тарихын естіп, оқиғасын естіп, мен кәдімгідей сол кезде түсіндім да, біздің қоғамда, және ол шығарылымның астында, деректі фильмді қарасаңыз болады, 3000-нан астам пікір жазған, оның көбісі әйелдер. Мен сол кезде ғана түсіндім, жараның бетін ашқанымызды. Себебі мүмкін олар ұялады, мүмкін біздің қоғамда бір кішкене не бар шығар, қарсылық білдіретін шығар, не ол шыдашышы, біздің әжелерде қаншама көрді ғой деп. Бірақ әжелер мүмкін айтпаған шығар, мен білмеймін да, мен қазіргі қоғамда өмір сүріп жатырмын, маған қазіргі қоғамның адамдары маңызды. Шыны керек. Сондықтан да енді кішкене көңілдеріңізді түсірген шығармын, айып етпеңіздер. Енді біздің подкаст қазір Астана және Алматы қалаларында түсіріліп жатыр. Қазірге 65-ке жуық шығарылымыз бар. Енді көбісі әлеуметтік, тарих, мәдениет тақырыптарында. Неге бұл бағытқа бел будық? Себебі
біздің әлеуметтануда, философия, пәлсапада мындай бір ұғым бар, субъектілік деген. Субъектілік дегеніміз қысқаша айтқанда, яғни белгілі бір қоғамның, белгілі бір ұлттың өзінің тарихын, өзінің болмысын, өз тілімен өзі жеткізу. Мысалы, біздер қараңызшы, біз тарихты алатын болсақ, бұрындар, мысалы, реферат жазуға, мысалы, жазғымыз келсе, университет кезінде біздер үнемі директорге барғанда бір КСРО кезінде қалып қойған тарихи құжаттарға сілтеме тастаймыз да, там Ковалевский, Иванов, там Левшиндарға. Ал біздің подкасттың тағы бір миссиясы ол өзіміздің субъектілігімізді өзіміз айту. Өзіміз. Тек шетелдік адамдардың көзқарасы емес, себебі олар, Елдос мырза мені қолдайтын шығар, олар ешқашан отарланған болмаған. Және бізді, мысалы, осы кім бар? Робин Уильямстың киносы бар, Dead Boys Society деген, кім көрсеңіздер, бұл жерде айтады, физика, химия, математика өмір сүруге әрине керек, мен ол арқылы өмір сүре аламын дейді. Бірақ та өмірді сезіну үшін маған мәдениет және тарих керек дейді. Мынадан артық менде бүгін сөз жоқ, шыны керек, презентациямда жоқ. Айтарым осы, көп рахмет. Жақсы. Сұрақтар көп болады, сол арқылы қазір подкаст жасаймыз, сізді жауап бересіз. Так, міне бірінші сұрақ. Окей. Ассалаумағалейкум. Менің есімім Шерхан Құлайбекұлы, Штенен болашақ республикалық қоғамдық бірлестігі. Мен жаңа бір керемет сөзді естіп өттім. Қазіргі кезде бізде ұят деген сөзді қазақта балама есебінде айтып жүрдік. Әлбетте бәріміздің қитығымызға тиеді. Бірақ дәл осындай сөзді қазіргі кезде мысалға басқа енді халықтың жастардың санасына көбірек сіңіп қалды. Өкінішті бәрінің жаңағыдай санасын өшіріп тастай алмаймыз. Енді бізде мынандай сөзде бар, ұлтшыл деген сөз. Ұлтшыл деген сөзге қазір біз балалар негативті тұрғыда көбінесе қалыптасқан ол нацбақ дейді ғой. Бір ұлт қана болу керек деген секілді ұғымдарды қалып тереңірек кетігін қазып тастап осындай жағдай. Енді оның баламасы ретінде біз қазір кезде ұлт жағында деген сөзді қолданамыз. Ол фейк сөз деп ойлаймын мен. Былай қарасақ, жоқ, кешіріңіздер, неге деген сөз. Біз осы нәрсенің жастар арасында да, мектеп арасында да талқылап көрдік, өзіміз азаматтық позицияда. Бұл енді мына негативті, ұлтшыл деген негативті, қалыптасқан негативті бұзу үшін, ұлт жанды деген өз ұлтын жақсы көретін, ұлтын жаны ашырып, бірақ басқа ұлтты мәдениет түрде қаптау деген. Бұл енді неге айтылып жатыр? Біздің естіп жүргеніміз, көріп жүргеніміз, көп жастар қабылдап жүрген және орта тақты жоғарыда азаматтар қабылдап жүрген. Бұл мектептің аясында, балабақшаның аясында, мемлекеттік деңгейде қолданып жүр. Өтірік емес. Қолданып жүргеннен кейін мен осындай айтадым. Енді бізде менің сұрағым айта оралмайды. Жаңа ұят дегенге баламаға келтіре аламыз қоғам есебінде бір басқа. Мен ойлаймын, біздің қоғам енді қазір қазақыланып театрға көбінесе ұятқа негатив беретін қауымның олардың проблемасы біздікі емес деп ойлаймын. Ұятқа мен мысалы үнемі маған қызығы біздер неге мысалы күні кеше әлі сол тапталған тақырып бар. Біреуге ыңғайсыз екен деп орысша сұрауымыз керек, мысалы там даяшы болсын. Мен мысалы үнемі мен нормализацияға айналғым келеді. Басқа ұлт өкілі деген енді сөз бар ғой бізде. Мен бәріне қазақша сөйлей беремін. Егер де менен сұраса, мен түсінбей жатырмын десе, әрине мен көшемін. Мен адамбыз ғой бәріміз. Сондықтан да мен ешқашан оны баламасын қаламас едім. Ұят болып қалу керек меніңше. Сәлем бәрге, қайырлы күн Жомарт. Есімім Алмас болады, мен Алматыдан келдім. Жұмыспен келген, негізі бүгін осындай шараға келейін деп қуанып отырмын. Менің өзімнің жеке подкастым бар, айтпақ деген подкаст, қазақ тілінде шығатын. Бұл подкастты бастауыма себепкер өзіңсің, себебі... Рахмет. Ол подкастты жасау ойда жүретін, бірақ қазақ тілінде подкастты кім көреді деген бір ішкі бір болады ғой, өзінде бір қорқыныш сезім болатын. Сосын бір кезде дөтсөз шықты, сосын дөтсөз шыққаннан кейін жоқ, бұл бастау керек деген нақты шешім шықты. Содан кейін шүкір басталды, қазір ақырын жүріп жатыр. Менде сұрақ жоқ, менде тек қана алғыс. Көп рахмет. Біз осылай бір-біріміздің жасаған дүниелерімізді көріп, содан шабыт алып, бағана Әлия ханым айтқандай, ары қарай
қозғалтатын болсақ, осы күшті бәрі керемет болады деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет, көп. Все, да? Все, да? Все, да? Я естіліп тұр. Әңгіме сіздің сөзіңізде ғой, неге біз біреуге орысша сөйлеуіміз керек дейді. Мен жалпы осындай отырысқан жекешеліктер бар, өткен жолы Зирамидада болды. Сол кезде мынандай бір халықтың арасында дүниені байқадым. Жақындаған кезде можно пройти, здесь свободно деген сияқты сөздер адамдардың арасында жиі қолданылып жатыр да. Бірақ біз осознанно біліп тұрмыз, что біз қазақша контентке келе жатырмыз, қазақша сөйлейміз, қазақтардың арасында келе жатырмыз деген нәрсені кей жақтың өзі түсініп осындайға, бірақ келе сала біз неге білмейміз, сондай бір қарым-қатынас. Бірақ мынандай, бұл дегеніміз бұл құлдық сана ма? Сіздің ойыңызша бұл не және оны қалай дұрыстауға болады? Ол қиын, мысалы мен мәңгүрт, құлдық сана деген сөздердің қаншалықты ауыр екенін білем. Мысалы, сондықтан да мен әріптесім бар, мысалы Арсен Түсіпбекпен біздер танысқалы мен көрдім да, мысалы осындай орыс тілді қазақ, ол негізінде мысалы қазақ тілді қазақтардан кем түспейді білімі жағынан. Сондықтан да бана құлдық сана демекші, бұл жерде үлкен бізде енді 70 жылдық отарланған ел болған бір себепсізден кетіп қалмайды ғой бір мезетте. Оның бәрі қазір бізде коллективный травма деген бар ғой әлеуметтануда. Сол ғылым зерттеген және бұған кейбір елдерде 50 немесе одан да көп жыл өтіп жатады. Менше қазір біз бертін келе қазақша сөйлеп отырмыз ғой осы жерде. Қанша спикер қазақша сөйледі, мына жерде жүргізушілер керемет жүргізіп отыр, Әйгерім мен Диас. Менше мен жұмсақ күшке сенемін өз басым. Мен мысалы бір күні қит етіп қалып, болды енді тек қана қазақша сөйлейміз десе, ол неткен ғажап әлем бәрі келісе қойып, бір көше салатындай, қазір шифт пен альтты басып тілді ауыстыратындай дегендей. Онда енді мәселе емес, бұл жерде адамның өмірі және білмеймін, мен өз басым адам көңіліне көп мән бөлем, бірақ сұраса ғана барып жауап беремін мен орысша. Жауабым осы. Все? Жаңа ұят дегенсіңдер ғой, қазақ етақ сөзден болған тәрбиелеген, ұят обал деген. Мен обал деген подкастым. Жарайды. Неден обал болады? Сол мағынада күйттің. Обал деген, обал да көп мағыналы сөз ғой. Оны сырап деп жатады кейбір, бірақ обал деп біздер адамның да обалы болады, обал ғой ана баланы дейді. Мысалы, тапа-тал түсте сен бір ит өлген жерге баланы жібереді, мысалы, әке көкесі. Айтамын да, обал ғой ана баланы қазір кішкене күн басылсын жіберейік. Мысалы, обалды тек нәрсеге қатысты қолданады да бізде, бірақ ол адамға да қолдануға болатын сөз деп ойлаймын, өз басым. Сіздің ойыңызша қандай сөз? Сізге берейінші. Обал деген кішкентайынан обал деп үйретеді ғой. Әрине. Міне итті теуіп жібереді баланы. Сол сіз айтамыз, ана итке обал болды ғой дейміз. Рас. Рас. Сосын кейін қалай айтамыз тағы да, ананың қазіргі балалар қиыншылықты көрмеген, анасын тамақ дайындап әкеледі, мен бұл тамақты жемеймін дейді. Сонда ананың еңбегі обал емес пе? Обал. Міне солай Ол көп, мағынасы көп оның. Аумақ үлкен. Сонда әсіресе мен кішкентай балаларды обал деген не екенін көрсету керек. Японияда қалай тәрбиелейтінін білесіздер кішкентай балалар. Кішкентайыммен Япония өзінің әдісін мен көрдім. Телевизорда да көрсетті. Кішкентай бала тамақ ішеді деп өзінің өзі барып жуады. Сол қазір біз балаларға еңбекке баулу деген қойдық. Дайынға, тек дайынға ғана тәрбиелейміз. Содан бастап көрсетіп, содан бастап тәрбиелейміз керек. Рахмет. Болма? Мысалға біздің Қазақстанда көптеген халықтар, көптеген ұлттар бар. Біз өзіміз осы Ресей отарлығынан шыққаннан осы 30 жылдар болды. Бірақ әлбетте сонда да бізде көбінесе біздің ата-анамызда да осындай қорқыныш бар да, қазақша сөйлеуге, қазақ тілін таратуға. Мысалға мен осы сатушымен орыс болса да, мен сол адаммен қазақша сәлеметсіз деп айтамын.
немесе рахмет деп айтамын. Сонда да менің ата-анам айтады, сен халық ортасында қақтығыс тудырасың дейді. Сен осы халықтардың арасында осы қайтсам екен шовинистік енді көрсетесің дейді. Осы дұрыс па, дұрыс емес пе? Мен тек қана осы сатушымен басқа адамдармен тек қана сәлеметсіз бе деймін және рахмет немесе сау болыңыз деймін. Сонда да осы ата-анама және басқа адамдарға қалай соны түсіндіруге болады? Қазақша сөйлегенде сізге шовинист шыны керек, ондай ситуацияға тап болмаппын. Мысалы, Атыраудан болған соң бізде енді орыс тілімен проблема шығар, көбісі сөйлей қоймайды шығар. Бірақ бізде Астанаға келгелі, мысалы мен даяшы болсын бәрімен қазақша сөйлеуге тырысамын. Үнемі себебі қалай ол мемлекеттік тілде сөйлеу, ол шовинизм, мен түсінбеймін соны. Ешқандай бір айтасында осы халық арасында қақтығыс тудырасың дейді. Қорықпайсың. Бар ондай нәрсе. Бізге жастар өте жиі неге сіздер деп бастайды. Енді әркім қазақылыққа әртүрлі жолмен келеді, оған айыптаудың қажеті жоқ. Басқа ұлт өкілі, білейін, шын айтамын, ондай ситуация тап болмаған соң мен шынпейіл сізге жауабымды айта алмай тұрмын. Шыны керек, айып етпеңіз. Менің бабылым бар, өзімнің бір кеңістігім бар, ол жерде 20 адамның 3-і ғана, 2-і ғана сөйлейді орысша. Мынандай нәрсе дейінші. Иә. Жоқ, қосымша. Осы мәселеге байланысты микрофон керек емес. Бізде қазақ тіліне байланысты сен қазақша сөйлеп тұрған кезде міндетті түрде сені шовинист немесе сені бір ұлтшыл оңбаған бір проблема тудырайын деп тұрған адам сияқты қабылдайды. Қабылдамас үшін екі нәрсе керек. Бірінші адам шын сұлу болу керек. Қазақша сөйлеп тұрса, ты шовинист деп айта алмайды. Екінші бай болу керек. Сол үшін қазақ дәулетті және статты болу керек. Сол кезде проблема тумайды. Вова саған ұрыспайды, разговаривай со мной на человеческом. Осындай да мәселе бар. Ұлт қашан бай болады, ұлт қашан өзінің биігіне көтереді, бұл мәселе Және ұлтшылдың бағана негатив коннотациясы нацпат дедіңіз бе? Орысшасы нацпат па ұлтшылдың? Солай қылып қабылдайды қазір. Бірақ біздер мысалы әдебиетте өткенде біздің ақындарымыз болсын, авторларымыз болсын, жазушыларымыз болсын өткенде ұлтшыл деп тұрады. Біз оны ұлтшыл негатив ретінде үйренген жоқпыз ғой. Біз қабылдаймыз ғой негатив, бірақ қазір кезде қоғамда сіңдіріп жатқан түсініктер. Тараптан басқадан. Окей. Сіңдіріп жатқан. Наоборот, негатив ұлтшыл болу керек. Ұлтшылдың мағынасы ұлтыңды жақсы көру, ұлтың үшін қызмет ету деген ұғымда. Иә, әрине. Бірақ сөзге қаралап тастаған соншалық. Чека. Деген сөзге қаралап тастаған. Білмеппін. Рахмет. Елдос. Көп рахмет сіздерге. Рахмет келгендеріңізге, тыңдағандарыңызға. Әйгерім Диас, сіздерге көп рахмет. Уақыттарыңызды бөліп, осындай бір керемет шара жасап отырсыздар. Сіздерге де рахмет уақыттарыңызды бөліп келгеніңізге. Бізге тек келіп қатысып кету ғой, оңай, бірақ мынаның бәрін ұйымдастыру біршама шаруа. Мың алғыс.